Сәлем достар, бүгінгі тақырып 7-20-25 бағдарламасы туралы. 7-20-25 бағдарламасы мемлекеттік бағдарлама болып табылады. Және де белгілі бір банктермен жұмыс жасайды. Ол Банк Центркредит, Береке банк, Халық банк, Евразийский, Банк РБК, Freedom Finance, Алтын банк және Форте банктер арқылы. Және де за оформление документов комиссиямен страховкасы жүрмейді, болмайды яғни. 7% есептелінеді, 20% алғашқы жарнаны 20, 30, 40 немесе 50%-бен ала берсеңіз болады, ол өз еркіңізде. Және де 25 жылға дейін есептелінеді, 10 жылдан бастап 10, 15, 20, 25 жылға дейін. Яғни жылдарды да өзіңіз өз еркіңізбен алсаңыз болады, өз шамаңызға қарай. Банк Центркредиттен 18 жастан бастап алу мүмкіндігіңіз бар осы бағдарлама бойынша. Және де 7-20-25 бағдарламасымен толық біткен үйді, яғни документі шығып тұрған үйді алу мүмкіндігіңіз бар. ИП-сы бар адамдар 7-20-25-пен үй алу мүмкіндігі қарастырылмаған. Тек қана ИП-сы бар адамның қол астында жұмыс жасайтын болсаңыз, алуға болады. Және де міндетті түрде отбасында емес, адамның атында үйі болмау керек. Үйге оформленияны онлайн түрде жасауға болады, оценка да онлайн түрде жүреді. Оформленияны үйден отырып жасасаңыз болады, онлайн түрде, оценка да онлайн түрде жүреді. Ипотекасы бар адамдар 7-20-25 бағдарламасымен үй ала алмайды. Менімен болғандарыңызға рахмет, каналыма тіркеліп лайк басып кетсеңіз болады.